келдіңіз. Саламатсыз ба? Салонға рұқсат па? Кіріңіз. Саламатсыздар. Иә, құлағым сізде. Не болып қалды? Болғанда былай ғой. Мен айтайын да я. Мен айтайын, сен айта алмайсың шу деп. Үйдің еркегі мен ғой, мен бастайын да я. Еркегіңді өшір. Ауызыңды жақсы! Жақсы! Ауызыңды айырып жібер! Көзін шығып алады. Болды, көсе! Тоқтатыңыздар. Не масқара мынау? Менің кабинетімде тұстыр ғой сіздер. Үйлеріңізде отқан жоқсыздар. Кешіріңіз, мынау енді. Мінезім сондай да, шамал. Мінезіңізді ұстасаңызшы, ұстамды болсаңыз шамал. Кешіріңіз. Бұндай айқаймен ештеңе шешілмейді. Ал сіз айтыңыз, не болды? Айтқанда былай ғой, көріп тұрсыз мынау. Ажырасуға келіп тұрмыз енді. Мынау еркектеп мынау сыйламайды мені. Әйелік мені сыйлап бердің сен? Қой шайналайын не? Сыйлап жүрміз ғой. Қашан сыйлап едің? Прекратите! Айта беріңіз. Мына қаламыздағы ең мықты психолог дегеннен кейін келіп отырған жайымыз бар аға. Дұрыс, өте дұрыс. Бар үмітіміз өзіңізде. Өте дұрыс. Мен осы қаладағы номер один психолог, сексолог, терапевт. Міне. Мен талай семьяны, осында келген семьяны емдеп, жарастырып, татуластырып жібергенмін. Маған айта беріңіздер. Айта беріңіздер. Не, қайда жұмыс істейсіз өзіңіз? Мен ба? Мен үйдемін ғой, жұмыс жоқ қой қазір. Алаңсыз үйдемін. Солай ма? Ал сіз ше? Мен ба? Мен үй шаруасындамын. Сонда екеуіңіз де жұмыссызсыздар ма? Жұмыс жоқ. Оны белгілі отты. Өйткені екеуіңіз таңнан кешке дейін, кештен түнге дейін, түннен таңға дейін біргесіздер. 24 сағат біргесіздер. Бір үйден кіріп шығып жүрсіздер. Бір үйде тамақтанасыздар. Бір-біріңізді көре бергеннен адам жалыққансыздар. Көргім келмейді ғой. Міне, көрдіңіз бе әнекей? Жүрегім. Болды, ашуланбаңыз. Бұл жұмыссыз деп отырсыз ғой, міне, жұмысы барлардың өзі ажырасып жатыр қазір. Қойыңызшы? Иә. Мінекей, сондықтан бұның бір-ақ жолы бар. Қандай? Сіздерге біршама уақыт бөлек өмір сүруге тура келеді. Оқты ажырасамыз ба не? Неге дереу болса ажырасамыз дейсіз? Қаншама адам ажырасып кетті. Қаншама сәби тірі жетім қалып жатыр. Сол жасымасамыз керек пе? Балдардың обалы кімге ертең? Уақытша деп отырмын сіздерге. Уақытша алшақ өмір сүруге тура келеді. Мысалы сізге шығысқа кету керек. Қайда? Жапония, Курил аралдары, Сингапур, Малайзия. Өйткені әйел заты нәзік болады ғой. Ал шығыс философиясы, шығыс медицинасы, мынау шығыс мәдениеті бұл әйел затының жанына жақын. Қайсы? Менше. Ал сізге керісінше батысқа кету керек. Ох ты! Европа, Франция! Атаңның басы. Ақтау, Атырауға кету керек. Бақты бір жұмыс істеу керек. Еркек деген ақша табу керек. Семьяны асырау керек. Үйде жата бермейді. Ал сізге шығысқа бару керек. Ал сізге батысқа бару керек. Болды, барып кетіңіздер болды. Болды. Мәселе шешілді. Рахмет. Сау болыңыздар. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сомен? Не сомен? Қайда барамыз? Сен батысқа, мен шығысқа ма? Атаңның басы. Басқа психологқа барамыз, да білмейді ғой анау, түр қой. Білмейді деп шығып кетсің, біз тура айттық қой, тура айттық. Аға инспектор Қалабаев. Аға шофер Зеренбаев. Құжаттарыңыз. Не үшін тоқтаттыңыз? Ау? Причина остановки. Түсінбедім. Причина остановки. Так, стоп, вас. Так, поворот. Так. Аптечка бар ма? Бар. Огнетушитель. Ол да бар. Вакцина салдырдың ба? Я 2 рет салдырғам. Ей, мына ремень немене тақып қойсың? Дұрыс қой, жол Ой, шешіп қой, керек емес ол. Жоқ, аға, шешпеңіз. Ой, шеше сал, керек емес деймін. Жоқ, аға, кешіріңіз. Жол ережесінде, тоқтаған кезде шешіп қойға болады. Шеш сал. Жоқ, шешпеймін аға. Өткенде шешем деп, сіз секілділер штраф жазып жіберген маған. Онда қылқыны бөл, білдің ба? 500 теңге болады. Өлесің ба? 500 теңге берсең бағана жіберем ғой мен сені. Адамның нервісін кетіріп, қанша уақытын алып.
жымот десей, бір жаңа тықпа 5 теңгеңді. Құдай жазаңды берсін, білдің ба? Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз жылдамдық жайында. Бәріміз білеміз, әр жаратылыстың өзінің жылдамдығы бар. Мысалы, адамзаттың, жан-жануардың, техниканың. Осыдан бөлек қандай жылдамдықты білесіңдер? Шуламаймыз, өзім сұраймын қазір, өзім. Ақмарал, дүниеде не жылдам? Апай, жарық жылдам. Өйткені ана включательді басқан кезде свет бірден жанады ғой. Өте дұрыс. Ал ырыс, дүниеде не жылдам? Апай, адамның ше ой жылдам ғой, ойымен бар ғой, бір сәтте космосқа барып келе алады ғой. Дұрыс айтасың, я. Ал Асылжан, дүниеде не жылдам? Апай, дүниедегі ең жылдам ше, ол біздің маманың ауыз жылдам ғой. Я, бір секундта бар ғой, папаның бүкіл туысқандарын жабырап шығады. Анаш, үйлеріңдегі ата-аналарының араларындағы жылдамдықты бұл жерде айтпаймыз. Бұл мектеп. Нұрхат, дүниеде не жылдам? Апай, бұл дүниеде панос жылдам. Қалай? Ой, ішің өтіп панос болатын болсаң, светті жағып, ғарышқа да барып, сен мамаң сен ата-ата деп туысқандар жамандап үлгере алмайсың ғой, зу өте қалады ғой. Иә, панос жылдам сол жерде. Иә, панос жылдам апай. Жақсы жақтарды жазып қойыңыз, иә. Жазып қойыңыз. Ол сіздің махаббатыңыз. Өшірсе соттыңды. Жақсы жағыңыз. Таңертең жұмысқа барамыз ғой, білесің ғой. Әдес дейсің осы сен? Сені қырағап, тал түске дейін ұйықтайсың. Не болды? Жаурап жатырмын. Жаурасаң жамылсай мұнан алып, жамылсай. Не дейсің оған? Не болды тағы? Жаурап отыр мен. Ой, сен не бар? Бола ма? Не дей бересің, не болды? Жаурап кеттім. Тағы да ма? Иә. Ой, сен де бір. Бола ма? Иә. Жаурап кеттім. Не болды? Үш көрпе жаптың ғой үстіңе. Неменеге жаурап бересің? Маған көрпе емес. Маған еркектің ыстық құшағы керек. Тормыз. О, есалаң қатын. Не айтып жатсың? Есің дұрыс па сенің? Сағат неше болды? 3. Ой, түнгі 3-те мен саған еркекті қайдан тауып берем? Есің дұрыс па сенің? Жақсы еркек. Бәйбіше, негізі дейді да, мынау кезінде, жас кезімізді айтамын. Үйленбей тұрғанда қалыңдығын болдың. Одан кейін үйленгесін келіншегім болдың. Иә, дұрыс айтасыз. Көп замай балаларының анасы болдың. Иә. Одан кейін қатыным болдың. Одан кейін бәйбішем болдың. Немерелерімнің әжесі болдың. Міне отырсың енді. Әппақ бәйбіше болып. Иә, Аллаға шүкір. Иә. Енді мынандай бір сөз бар екен ғой өзі. Мынау уақыт келе, өмір өте, алған жарың түбінде өзіңнің анаңдай болады дейді ғой, рас па сол? Әрине. Қарап отсам, сен менің анамдай болып қапсың, әй. Дұрыс айтасың. Мен сенің бір балаң сияқтымын. Әйтеуір сенің қолыңа қарап, әйтеуір тамақ ішсем де жалтақтап, су ішсем де жалтақтап, әйтеуір үйге кіріп шықсам да жалтақтап қаппын. Балаңдай болып қаппын, әй. Балаңдай болып қаппын, бір үлкен балаңдай болып қаппын. Иә.
Енді қай ана өзінің баласының бақытты болған қаламайды деймін да бәйбіше. Дұрыс айтасың. Иә, дұрыс қой. Енді сол үлкен балаңды үйлендіріп, еншісін беріп, былай шығарып салмайсың ба? А? Деймін да. Сені ма? Енді балаларымның ішіндегі ең жайлысы, көмпісі, тіл алғышы өзіңсің. Қара шаңыраққа сені алып қалам. Сен қолда қалатын баласың. Сондықтан қайтесің басқаны. Тамағыңды тойғызып алып, тарс осырып, қасында жатсайшы тыныш. Алло, отағасы, қалайсыз? Я, жұмыстасыз ба? Не ғой? Үйге келе жатқан кезде тест ала келіңізші. Тест ше? Анандай жүктілікті анықтайтын. Я, аптекаға барып сұрасаңыз береді өздері. Білмеймін, сондай бірдеңені сезіп тұрған сияқты ма? Иә. Жарайды, күтем. Саламатсыз ба қарындас? Сіздерде анандай не бар ма? Не деуші еді атыны? Әлгі жүктілікті анықтайтын. Тест па? Тест. Иә, тесттен беріңізші. Рахмет. 6 жыл болды ғой қарындас күтіп жүргенімізге. Рахмет. Жаным айналайын, жаным. Басынан бастап айтшы. Не болды? Айтшы маған. Әкелдіңіз ба? Әкелдім. Міне. Осы шығар. Осы. Енді бар бір банк алып келіңізші. Не дейді? Банка. Банка? Балам үшін не істеймін? Бәріне барам, тауып беремін жаным. Банкіне де тауып беремін sana қазір. Қазір жаным. Міне банка. Бұны қалай істейсің? Банка не істейсің? Мен барып тексеріп келейін. Қалай тексерді оны? Осыға. Батырамыз. Болды жаным ай. Я Құдай ай, көз жасымды көрдің ау. Дұғамды қабыл еттің ау. 6 жыл болды ғой перзентті қалап жүргеніме 6 жыл болды. Құдай ай, ертең дүниеге келсін ешкімге бермеймін. Ұстап аламын да базарға да барам, стройкаға да барам, вокзалға да барам, баняға да барам. Құдай өзім аялап ұстаймын. Атын өзім қоямын. Атын да ойластырып қойдым. Қыз болса, Құрманай деп қоямын. Елдің ерке қызы, ақын қыз болады. Ал ұл болса, Мұрат Әбілда деп қоямын. Блогер болады. Қазір блогерлердің жағдайы жақсы ғой. Ұл болса, қыз болса, аман болса шықылады. Қуанышымда шек жоқ ше. Сүйінші! Не дейді жаным? Сүйінші! Не дейді? Ексізім қайда? Сплошной басып кеттің ба? Штраф келді ма менің атыма? Жоқ, жүкті деген сөз. Жаным алтын. Ол ма қыз ба? Айтшы, шыныңды айтшы, ол ма қыз ба? Айтшы. Оны сиыр туғанда білеміз ғой. Үйдегі ала сиыр ше? Буаз болыпты. Сиыр ма? Иә. Ой, ес аланған. Малдың көтерген сөйтіп айтасың ма маған? Қуанбайсыз ба қайта? Жыл бойына айран, сүт, май, құрт жеп отырамыз. Жаным, ала сиырма бар, бір қуанып қояйыншы. Мейлі, біреудің біреуін көтердіңдер ғой әйтеуір. Мен жаным бұқаға барып құтты болсын айтайын. Жей бермесеші. Жегін көп тұр? Жегін келсе жей бересің ба, шамалы аузыңа от піскі берсей, дамыл берсей. Қайда кетіп барасың, шашқа ұқсап, семіріп. Ей, әлемде менен де семіздер жүр ғой?
Не болды? Айтсам сенбейсіз ғой. Біз ше мамадан да сиеміз, мамадан да дәу шошқа көрдік қой. Қой, Иә. қайдан көрдіңдер? Мына көрші қолен үйіне әкеліпті. Мамадан алмайды. Не айттырсың оңбаған не? Ана көрдің ба? Көрдің ба? Бала екеш бала біліп отыр ғой. Ұялмайсың ба енді? Өй, жүрші көрейік барып. Оңбаған десе, әкімде көрген қорлығым азетпен. Анашым, ол өтірік айтады. Әлемде сенен үлкен, сенен семіз шошқа жоқ. Абу-Даби, Дубай, через Аль-Фараби, Наваи кетіп қой. Айналып. Бүкіл Қазақстанды айналып, бүкіл шетелді айналып қайттым ғой, короче. Иә. Рахмет досым. Өзіңде демалыс қашан демалысқа? Отпуск. Қай жаққа бармақшысың? Басаке? Да. Басаке? Кел. Все, жақсы. Досым. Давай, аман сен қыдырып демалып қайт. Давай. Что там? Басаке? Ана сыртта тұрған қара машина кімдікі? Менің ғой. Аты қандай машина бұл? Rolls-Royce. Rolls-Royce ба? Тіліңді келмейді ғой сен. Иә. Жайша? Қанша тұрады Басаке бұл? Бұл енді $1 миллион тұрады ғой. $1 тұрады? Ё-майо. Объемы қанша Басаке? 6. 6? Зор ма? Мә, саған. Басаке, сондайды алсам қалай болады мен? Кім? Сондай машина алсам. Сен ба? Иә. Адам шамасына қарап сөйлеп қой. Адам армандағанда да бір былай өзі шамалы несіне жағдайына қарап армандау керек қой. Жоқ, мысалға ойлап жатырмын да Басаке. 10 жылға кредитке алсам да 10 жыл қаншадан төлеймін сонда? 10 жылға? Иә. Сен 10 жыл не сенің? Сенің 7 ұрпағың төлеп құтыла алмайды ғой машина. 20 жылға ше, 20 жылға. Қоя сал бол, қоя сал. 30 жылға ше. Сен былай істеші. Бір Некси ма, бір Приора ма, сондай бір аласың ба? Онда ойың жоқ па сондай? Жоқ, ондай ой бар ғой. Болды ғой сонда аласың, сенің лайығың сол ғой. Просто осындай машина алу керек болып жатыр да, иә. Ой, аламайсың не не аласың ба? Қой басында алып па сен? Сіз 2 миллионға миллион теңгеге бермейсіз ба оны? Не? Машинаңызды? Дурак. $1 миллион машинасын $1 миллион теңге кім береді саған? Оның бағалауында $1 миллион теңге тұрмайды ғой оның. Бермейсіз ба онда? Бермей кет бар. Онда алыңызшы машинаңыз, Басаке. Не үшін? Кедергі болып отыр бізге. Қалай кедергі болып мен бір шетке қоймын ғой. Жоқ, Басаке да жаңағы бетон плита келген ғой, домның үстін жабатын. Сонымен барлығымыз жұмыс істеп жатқанбыз ғой. Троспен оны көтеріп төбеге шығарып келе жатқанбыз. Сөйтіп тур шығарып келе жатқан кезде трос үзілді да сіздің машинаңыздың үстіне болтатып түсті ғой анау. Плита бетон ше. Плита ма? Иә. Сонда енді анау плитаны көтерейік деп кранмен көтеріп жатсақ сіздің машинаңызбен бірге көтеріліп жатыр да. Менің машинам? Иә. Сол кедергі жасап отыр Басаке, алып тастаңызшы өтініш. Болмаса $1 миллион теңгеге беріңіз. Саудаласпаймын Басаке. Наличке беремін. Менің Rolls-Royce бар? Оформление өзінен Басаке. Алло, пап. Алло? Ау, доча. Сіз қайдасыз? Үйдемін ғой мен. Менің баллоным жарылып қалды. Мен жолда бұзылып қалдым. Ой, қабай, күйеу балаға айтпайсың ба енді, келмей ма енді? Звондадым, күйеу балаңыз алмай жатыр. Алмай жатыр ма? Запасной жоқ па еді? Оған да звондадым. Алмайды ол да трубкасын. Вообще еркектерге сенуге болмайды, пап. Өзіңіз келіңізші. Жарайды, мен бара қояйын қазір. Давайте идем. Мамасы! Ана қызыңның баллоны жарылып қапты, запасной да жоқ екен. Мен сол жаққа кеттім.